Еліміздің тәуелсіздігі бұл тосыннан ойда жоқта бір ала салған дүние емес. Бұл жолда аталарымыздың қаны, аналарымыздың жасы төгілген. Осы тәуелсіздікке жетем деп қаншама алыптарымыздың алтын басы түрмелердің түбінде шіріген, қаншама батырлардың кеудесін көкбөрі сүйреп далада қалған. Жай айтқанға тәуелсіздік, сосын көп айтқанға жаттанды жауыр сөз сияқты көрінуі мүмкін. Ал сен бір күн тәуелсіздікті алып тастап өмір сүріп көр. Бір күн сондай бір басқа ұлттың езгісінің астында болып көр. Ол өте ауыр жағдай. Қазір ауа сияқты өз тәуелсіздіктің кейде бағасы бола бермейді. Қазақ айтады, қайғысыз қара су ішкен семірет дейді. Соғыс жағдайында отырып нан мен май жегенше, бейбіт жағдайда отырып қара су ішкеннің, қара нан жегеннің қадірі адамға алаң құртады ғой. Адамда алаңсыз болса, азанда кеткен балаңның мектепке келетініне сенімді болсаң, әуелі Алла, бір жаққа сапарлап кеткен бауырыңның сол әйтеуір ештеңеге ұрынбай бейбіт заманда дөңгелек айналып келгені, ол үлкен қуаныш. Ең бастысы аманшылық. Аман ердің аты шығады дейді қазақ. Бейбіт еліміз жасай берсін, мынау аспанымыз ашық болсын, дұшпанымыз қашық болсын, тәңір асыраған тоқтыны қасқыр жемейді дегендей, осы аңқау адал қалпында жүрген қазақ елі ұзақ уақытқа дейін жер бетінде тұрғанша тұрсын деп мен тілеймін.